Ол 6 ай кезінде 13 килограмм салмаққа жетті, ал 1 жасында 20 килограммға жетті. Сол уақытта Роберттің бойы 100 сантиметр болған. Ол уақытта Роберттің бойы тез қарқынмен өсетінін және сол бойының арқасында Гиннестің рекордтар кітабында жарияланатынын ешкім ойламаған болатын. Роберт басқа балаларға мүлде ұқсамайтыны белгілі. Оның ата-анасы балалық шағы барлығына ұқсас болу үшін қолдан келгеннің барлығын жасады. Ол үйінің үлкені болғанмен, барлық бауырларымен бірдей жұмыс істеген. 5 жасында Роберт 1 метр 62 сантиметрге дейін өсті және сол кездің өзінде жасөспірімдерге арналған киім киген. Ал ол 8 жасқа толғанда биіктігі 179 сантиметрге жететін әкесінен асып түсті. Оның қарқынды өсуіне байланысты мектепте арнайы парта дайындап жасады. Мектеп жасында ол жанындағылар